Номер 32 Маяковский атындағы орта мектептің 11 А сынып оқушысы Құрманалы Жұлдыз. Маржан Ершов, Хиуаз поэма «Қаһарман». Еркін елдің еңсесі бүгілмейді, кешсе де қиындықты иілмейді. Бүлдіршіндер қолына шоқ гүл ұстап, жеңіс күні алаңдарда күлімдейді. Өткен көз жүгіртсек тереңіне, жүрекке мұң, көзге жас келеді де, қираған қалалар мен жетім жесір толғандай дүниенің кеміріне. Елін қорғар ерлердің нарқы биік, тұрғандай кен иығы бұлтқа тиіп, туған елдің топырағын қорғау үшін қаншама ер кетті күйіп. Бауыржанның ерлігі Сұрапылдыр, Нұркен Талғат биікте тұратын жыр, Рейстаққа ту тіккен Қошқарбай, әлем әнші қайсарлық қуатын бұл. Толғандай тебірініске жүзін азға, батырын бағаламас елін азба. 60 жыл өткеннен соң дүлей соғыс, батыр атағы берілді Хиуазаға. Шыдаған қиындыққа, қаншасынға, Қазақстан әлемнің картасында, ер ерлігі алтынмен әдептелді, көрінді елбасының арқасында. Алтын басты әйелдің өзі ардақты, ер ерлігі тарихта салмақты. Қазақтың қаһарман белгісі оның, халықтың алғасқа болып бір салмақты. Оттай ыстық нұр тартар алау күннен, қандай көркем ғимараттар жалау өлген. Қаһармандық деген не деп сұрасан, Хиуаз жауап беререм қадау үнмен. Қаһармандық елін сүю болар, қаһармандық тарихымды білу болар, қаһармандық қастерлеп атананды, отан алдында бас ию